Назарбаев мемлекеттің өз алдына бөлек, дербес өмір сүретін уақыты келгенін түсінді. Болашаққа нық қадам басу үшін елге реформа керек. Елбасының көрегендігі алда не болатын алдын ала болжай білетіні, әрдайым 3-4 қадам алда жүреді. Сексенші жылдары қайта құру кезінде Кеңес одағы тоқырады, реформа шатқаяқтады. Нұрсұлтан Назарбаев тығырық таяғанын сезді. Оған қалай төтеп беруге болатынын ойлап, дайындала бастады. Мүмкіндікті пайдаланып, мықты Қазақстан құруға кірісу керек. Кеңес одағының тұралап қалған экономикасы, шегенделмеген шекарасы, қиын саяси әлеуметтік мәселелері болса да, қазақ елі ешкімге кіріптар болмай, азат ел болуы тиіс. Мен халықтың қажеттілігін қанағаттандыруды ойлаймын. Ал қазір амалсыз 4 үлкен ведомство енгізген ең көне көрсеткіш. Еңбек өнімділігі мен орташа жалақының арақатынасына қайта оралуға мәжбүрміз. Енді амалсыздан көне үрдіске оралуымыз керек. 4 үлкен құрылым өндіріс көлемі мен орташа еңбекақы мөлшерін енгізіпті. Олар маған ренжімесін. Бірақ бұл құжат кәсіпорындарда 4 панда хаты деп аталып жүр. Ведомстволық депутат халықаралық нарықта жоғары сұранысқа ие. Шикізат ресурстарына бай мемлекетті қиын жағдайға алып келді. Біздің ел әлеуметтік дамуда тығырыққа тіреліп, экономикалық дағдарысқа тап болды. Назарбаев мемлекеттің өз алдына бөлек, дербес өмір сүретін уақыты келгенін түсінді. Бұл шамамен 87 жылдар еді. Мәскеудің нұсқауымен жүруді тоқтату керек. Республиканың өз құқығы бар. Әркім тапқан табысына сай өмір сүруі қажет. Әскері мен аппараттан қалғаны мемлекеттің дамуына жұмсалуы керек. Бұрынғы Кеңес одағы елдері сияқты Қазақстан да ауыр дағдарысты бастан кешірді. Жүздеген кәсіпорын жабылып, шаруа шатқаяқтады, азық-түлік жетіспеді. Еңбекақы, зейнетақы төленбей қалды. Ол уақытта зейнетақы мөлшері өте төмен болатын. Бар болғаны қазіргі 120 теңгедей еді. Кеңес одағының ыдырауы республикалар арасындағы шаруашылық байланыстарды үзді. Бұған 90-шы жылдардағы 130-дан астам кәсіпорынның жұмысы күә. Тіршілік тұралады. Елдің өндірістік әлеуеті бірден құлдырады. 92-93 жылдары өндірістік өнім көлемі шамамен 15% азайды. Ал 94 жылы 2 есеге 30%-ға кеміді. Экономиканың құлдырауынан дүкен сөрелері босап қалды. Тауарлардың тұтыну көлемін шектейтін арнайы карталар енгізілді. Жұмыссыздар саны 2 миллион адамға жетті. Халықтың тұрмыс деңгейі бірден төмендеді. Ауыз су, жарық, жылу болмады. Ел тамақты от жағып пісіретін деңгейге түсті. Құдды бір үлкен революция болғандай. Бәрі құрып құлдырап кетті. Зауыттар тоқтады, дүкендер бос, түк жоқ. Бұл жағдай президент үшін әрине ауыр болды. Бюджет жоқ. 90 жылдардағы бюджет көлемі шамамен 450 миллион шамасында ғана болған. Бүгінде ол қаражат бір ауданның қазынасы. Ол кісінің парламентке қаймықпай барып, бәрі жақсы болады дегені. Ал халық алдына шығып, шыдаңдар, біз реформа жүргіземіз деген ерік жігері мені таң қалдыратын. Экономиканы көтеру үшін елбасы халықпен ашық сөйлесті. Ол бүкіл елді аралап, кәсіпорын жұмысшыларымен кездесті. Оңай болады деп ешкімге құрғақ уәде бермеді. Бірлік түбі тірлік, бірге жұмыс істеп қиындықты еңсереміз деді. Қысқа уақытта халықтың таптаурын коммунистік санасын өзгертіп, нарық заңдылығына бейімдеу керек болды. Сіздердің қайда барамыз, не істейміз, қалай жүреміз деген сұрақтарыңызға жауап берейін. Біз Германия, Франция, Италия халқы сияқты өмір сүруге ұмтыламыз. Бүкіл әлем осы жолдан өтті. Тауар көп болу үшін өндіріске күш салуымыз керек. Тауар 100 миллионға жеткенде бәсекелестік басталады, баға да арзандайды. Халық оған сенді. Себебі ол домна пешінің қасында жүріп әбден шыңдалған. Өмірдің барлық сатысынан өткен адам. Елді қай бағытпен алып жүруді біледі.
Елдің даму үшін жаңа кадрлар керек. Оны елбасы жақсы білді. Болашақ мамандарды дайындау үшін 93 жылы болашақ мемлекеттік бағдарламасын ұсынды. Бір жылдан кейін жастардың алғашқы легі ақш, Британия, Германия және Франция сияқты елдердің жоғарғы оқу орындарына аттанды. Әлемнің озық университеттерінде білім алған білікті жастар елге жаңа көзқарас әкелді. Әр салаға шетелдік стандарттарды енгізді. Нарықтық экономикаға өзгерістер енді. Бұл қадамдар мемлекетті аяғынан тік тұрғызу мақсатында жасалды. Тұрақты даму дәрежесіне жеткенде жаңа кадрлер керек болды. Сол кезде елбасы біздің шетелдік мамандарды шақыруға жағдайымыз жоқ. Заманауи оқу орындары болмай тұрып, жаңа нарықтық білім бере алатын шетелдік профессорларды шақыра алмаймыз. Сондықтан біз дарынды жастарды шетелге жіберуіміз керек деді. Елбасының көрегендігі алда не болатын алдын ала болжай білетіні, әрдайым 3-4 қадам алда жүретін. Экономикаға екінші дем беріп, өндірісті жандандыру үшін елде жаппай жекешелендіру басталды. Ол барлық отбасын қамтыды. Жұмысшылар өзі жұмыс істеп жүрген кәсіпорын акционеріне айналды. Жекеменшік құқығы пайда болды. Әуелі мемлекет сауда мен қызмет көрсету нысандарын сатты. 1996-98 жылдары 89 мыңға жуық нысан жеке тұлғалар қолына өтті. Мемлекеттік мүлікті тиынға қалай сатуға болады? Мұны ешкім түсінбейтін. Бір ғана Нұрсұлтан Назарбаев білді. Бұл шетелде қалай қалыптасты? Соны білетін. Жекеменшік кәсіпорын өз жүгін өзі арқалайды. Мемлекетке салмақ түспейді. Жекешеленген кәсіпорындар кең орындарын ашады. Мұның бәрін кейіннен көзімізбен көрдік. Мемлекеттік меншік, жекешелендіру деген ұғымдарды бұрын біз естімегенбіз. Айта алмайтын да едік. Экономикалық институттардың тиімді жұмыс істеуі елбасының жіті бақылауында болды. Оның ішінде халықаралық талаптарға сай келетін банк секторы бар. Мұның бәрі ел ішінде шағын және орта бизнестің дамуына септігін тигізді. Зейнетақы мен сақтандыру қорлары, құнды қағаздар мен инвестициялық қорлар құрылды. Нарық талабына сай заңдарға өзгерістер енгізілді. Шынайы экономикалық революцияны бастан өткердік. Президент сол кезде өзін нағыз реформатор ретінде танытты. Біз оның бойынан ұлы экономист, қаржыгер қасиетін байқадық. Президент сол кезде ел тарихында маңызы жоғары екі құжаттың дайындалуына бастамашы болды. Ол Қазақстанның даму стратегиясы мен экономиканың нарыққа ауысу бағдарламасы. Осы екі құжат қазіргі өзгерістердің іргетасы болды. Дамуға үлкен серпін берді. Қаржы секторын ілгері жылжытты. Ел экономикасын арттыру үшін инвестиция қажеттілігі туындады. Тұңғыш президент алыс жақын шетелдерге барып, экономикалық байланыс орната бастады. Ірі бизнесмендер мен инвесторлар назарын Қазақстанға аударды. Ұзақ кездесулер, күнделікті сапарлар. Нұрсұлтан Назарбаев шетелдік кәсіпкерлерді географиялық орналасуы тиімді, қойнауы байлыққа толы Қазақстанға шақырды. Шетелдік инвесторларды тарту үшін қолайлы заңдар қабылдауымыз керек болды. Өйткені қиындықтың бәрі осы қаражатқа келіп тірелетін. Оны табу керек. Алғашқы кредитті не үшін алғанымыз әлі есімде. Газ өндірісі үшін $100 миллион несие алып едік. Попробуй в то время, когда ничего нет, привлечь инвестиции. Қазақстанға инвестиция оңай келген жоқ. Ұсынатын түгің болмаса, қаржы қалай тартасың? Алғашқы жылдары араб елдеріне барды. Қарызға ақша сұрайтын. Білуімше Астанаға $280 миллион қайтарымсыз ақша алып келді. Болашағы зор мәселелерді елбасы елден бұрын сезіп біліп отырады. Тұрақты даму жолына түсуіміз үшін бүкіл елді біріктіру керектігінде ол жақсы түсінді. Елге ортақ мақсат қажет. Осыған орай Қазақстан 2030 стратегиясы пайда болды. Ол туралы елбасы 1997 жылға жолдауында айтты. Жоспарға сәйкес Қазақстан 2030 жылға дейін әлемдегі бай 50 елдің қатарына кіру керек. Мировой опыт – это всегда гарантия реальности.
Бүгінгі тұрақтылық кепілі әлемдік тәжірибе. Егер қандайда бір мақсаттар кейбір елдерде тиімді іске асып жатса, бізде неге ондай жұмыс істелмеу керек? Егер 2030 жылға қарай Қазақстан халқы 2 есеге өсіп, ал әлем осы даму көрсеткішінде тұрса, онда экономиканың жылдық 10% өсіммен біз 2030 жылы Аустралияны қуып жетеміз. Ал өсім 5% құраса, онда Сауд Арабиясына жетеміз. 3-4% құраса, онда Малайзияның қасында тұрамыз. 10% өсімге 30 жыл ішінде ешбір мемлекет қол жеткізбеген. На протяжении 30 лет ни одно государство мира. Принятие стратегии 2030, оно как яркая звезда осветило наш путь. 2030 стратегиясы бізді кемел келешекке бастады. Өйткені күнделікті мәселелермен айналыса отырып, негізгі мақсаттан айнып кетпеу маңызды. Стратегияның да идеясы осы болса керек. Алға ұмтылу үшін көшбасшыға қарап, үлгі алу қажет. Қарапайым халықпен сөйлескенде, Қазақстанды іргедегі Қырғызстан, Өзбекстан немесе Тәжікстанмен салыстырмайды. Керісінше, Америка, Германия сияқты бақуатты елдермен салыстырып сынайды. Ол осы стратегияның арқасы. Франции, Великобритании, то есть самых лучших стран мира. Это благодаря вот этой стратегии. Тұңғыш президенттің дұрыс бағыт-бағдары мен үйлесімді тірлігінің нәтижесінде Қазақстан 2030 стратегиялық бағдарламасы мерзімінен бұрын орындалды. Елбасы ел алдына жаңа мақсат қойды. Енді Қазақстан 2050 жылға қарай бақуатты 30 елдің қатарына енуді мақсат етті. Әлемдегі қиындықтарға қарамастан, халық осы үдеге жету жолында аянбай тер төгуде. Жақсы күндері қиын сәттерге дайындалу керек деп Нұрсұлтан Назарбаев үнемі айтып жүреді. Соның бір айғағы ұлттық қор. Дағдарыстарға алдын ала дайындық мақсатында құрылған қор қоржынында қазір 27 триллион теңге бар. Экономикалық қиындықтар елбасының көрегендігін көрсетті. Жылдар бойы жиналған қаражат тоқыраулардан аман шығуымызға септігін тигізді. Вот эта идея нацфонда, она дальновидная и Ұлттық қор құру көреген. Дұрыс әрі тамаша идея. Бізден кейінді адамдар болады. Мемлекет өмір сүру керек. Назарбаевтың осы қорды құрғаны өте ұтымды болды. Ешкімге ештеңе сұраудың қажеті жоқ. Кім береді? Бергеннің өзінде пайыздық үстемесі бар несие береді. Қайтара алмадың ба, онда барыңды беріп құтыласың. Сондықтан ұлттық қорды барынша сақтап қана қоймай, оны көбейте беруіміз керек. Фонд надо пополнять, его надо увеличивать. Давайте, говорит, раздадим национальный фонд. Ну, а что дальше? Арды не болды? Ұлттық қор қиын қыстауда көмек бола алатындай. Дағдарыста оңай еңсеру үшін құрылды емес пе? Биыл коронавирус жағадан алғанда қанша адам жұмыссыз қалды. Үкімет халыққа қол ұшын беріп, қолдау танытты. Казахстан пошел на беспрецедентные меры, поддержав тех людей, которые потеряли работу. Тәуелсіздік алғалы бері Қазақстан экономикасы рекордтық деңгейде өсті. Халықтың әл-ауқатын арттыру үшін тартылған инвестиция көлемі 350 миллиард доллардан асты. Жаһандық бәсекелестік рейтингінде еліміз 90 мемлекетті артта қалдырып, тұрақты 55-ші орынды иеленді. Дүниежүзілік банктың Doing Business рейтингінде 25-ші орынға көтерілдік. Задача моего поколения, последующих, всех, кому дал елбасы возможность Оқуға, тәрбие алуға мүмкіндігі бар менің замандастарымның міндеті басталған істі аяқсыз қалдырмау керек. Мен елбасының саясаткер мемлекет мүддесін жеке көзқарасынан биік қоюы тиіс. Халық мүддесі тұрғанда жеке басты ойлауға болмайды деген сөзін ұмытпаймын. Чтобы отстоять интересы своего народа. Тұңғыш президент белгілеген идеялар іске асты. Ал халық елбасы таңдауын қолдап, президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа дауыс берді. Нұрсұлтан Назарбаев негізін қалаған мемлекеттік институттар тиімді жұмыс істеп, ұлттың тірегіне айналды. Оны жаһандық дағдарыс пандемия кезінде аңғарды. Мемлекеттің мақсаты айқын, келешегі кемел. Буду поддерживать казахстанских предпринимателей, привлекать... Отандық кәсіпкерлерді қолдаймын. Инвестициялар тартып, оны қорғау қажет. Іскерлік белсенділікті ынталандырып, орта класты жасақтау керек. Менің мақсатым ауызбіршілікті сақтап, әр азаматтың құқығын қорғау. Ең маңыздысы, мен әрқашанда ұлттық мүддені қорғаймын. Везде
буду отстаивать национальные интересы Казахстана. Впервые Ұлт тарихында тұңғыш президент болдым. Экономиканы көтеріп, халық тұрмысын 19-20 есеге арттырдым. Бұрын Қазақстанды кім білуші еді? Қазір Қазақстанды бүкіл әлем таниды. Осыны мақтан тұтуымыз керек. Менің замандастарым осыған қол жеткізді. Мұны енді ешкім қайталай алмайды. Өйткені енді біз оны бастан өткермейміз. Болашақта алдымызда не күтіп тұр? Ол бір Аллаға ғана аян. Ал бүгінгі күнге дейінгі жеткен жетістігіміз тарихқа айналды. Этого больше никто не посадит, потому что такого не будет.